Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз жол бағытындағы ерекше белгілер жайлы өтеміз. Балалар, мен бірінші сендерге бір жұмбақ жасырғым келіп тұр. Кәне, тауып көріңдерші. Сөйлеуді ол білмейді, бірақ тоқта, жүр дейді. Кәне балалар, бұл не екен? Ойландық па? Дұрыс айтасыңдар. Жауабы бағдаршам. Бағдаршам балалар бізде 3 түсті, солай емес пе? Ал түстерін атап шығайықшы. Қызыл, сары, жасыл. Балалар, біз қай түс жанған кезде тоқтаймыз? Білеміз бе? Иә, қызыл түс жанған кезде біз тоқтаймыз. Яғни ол тоқта белгісі. Сары түс жанған кезде біз дайындаламыз. Ал жасыл түс жанған кезде біз жолдан өтеміз. Өте жақсы, балалар, сендер бұл ережені білесіңдер деп ойлаймын. Жақсы, ал балалар, егер жолдан өтетін кезде бағдаршам жоқ болса, онда біз қалай жолдан өтеміз? Иә, жаяу жүргіншілер жолағымен өтеміз. Немесе жол үсті, жол асты көпірлерімен жолдан өтсек болады. Балалар, жолдан өткен кезде ең бірінші солға, одан кейін оңға қарап өтуіміз керек. Автокөліктің жоқ екеніне көз жеткізуіміз керек. Өте жақсы балалар. Жолда абай болыңдар. Енді балалар, бұдан басқа да жол белгілері бар. Қандай деп ойлайсыңдар ма? Онда мына жаққа қарайық. Бұл жерде ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, автобустың. Егер сендер көшеде бұл белгіні көрсеңдер, яғни бұл автобус аялдамасы деген белгі екен. Өте жақсы. Енді келесі бізде балалар. Қандай белгі? Я, балалар, бұл метро белгісі. Яғни бұл белгіні көріп, бұл жерде метро бар екенін білеміз. Балалар, бұдан басқа тағы да қандай белгілер сендер көрдіңдер? Ойланыңдаршы. Кәне, дұрыс айтасыңдар. Кейбір белгілерде балалар қосу таңбасына ұқсас белгі тұрады. Бірақ ол жасыл түсті. Ол нені білдіреді? Яғни жақын жерде дәріхана немесе алғашқы көмек көрсететін пункт бар екенін белгілі болып тұрады. Жақсы, енді тағы да қандай белгілері бар? Жақсы, яғни бізде одан басқа біз бағана ғана айтқан жаяу жүргіншілердің жол белгісі де тұрады. Және балалардың суреті салынған белгі бар. Ол жақын жерде мектеп немесе балалар көп жүретін жер екенін белгілі болып тұрады. Балалар, жолда жүргенде барынша сақ болыңдар. Осы белгілерге назар аударыңдар. Жарай ма балалар? Өте жақсы. Балалар, мектепке бара жатқан кезде біз әрқашанда жолдағы ережелерді сақтап жүруіміз керек. Жолда жүру ережелері қандай? Я, біз жолдың ортасымен жүруімізге болмайды. Арнайы жаяу жүргіншілердің жолымен жүруіміз керек. Автокөліктерге, автобустарға жақын жүруге болмайды. Және ол жаққа қарай қатты жүгіруімізге болмайды. Өте жақсы. Балалар, енді осы бір ереженің бәрін сендер сақтап, естеріңде болады деген үміттемін. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.